Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қайырлы күн болсын баршаңызға достар. Бүгін керемет күндеріңізге сәттілік, береке тілеп отыра. 14:30-да біздің қосақ бағдарламасы жіберіп болғаныңыздар. Евразия каналы қосылып болсын. Бүгін өтесінде қызықты эфир болғалы жатыр. Сезіп тұрмыз, балықтарымызды күтеміз, сәттілік болсын. Яна, бүгін қызыл көйлек киіп келіпсіз. Бірдеңеден үміттісіз бе деген сұрақ. Жоқ, үмітті емеспін. Үмітті емессіз бе? Ақтолқынға туған күн маған да туар ма деп қызыл көйлек киді ма дегенім ғой. Туады, бірақ бүгін емес пе? Бүгін емес пе? Өз уақыты келеді ол. Киімге байланысты емес. Дұрыс. Сіздің жүрегіңіз негіз бос па? Менің жүрегім тас қой, аз бос емес. Тас? Ойбу, неге тас болып қалды? Қай жаннан кейін тасқа айналды? Қай жаннан кейін болғанда барлығы жиналып, өшім қамал болып қалды ғой, бұзылмай жатыр. Бұзылғысы келмей жатыр ма? Мүмкін ол басқа біреуде сіздің бір сезіміңіз демек қой, енді бір ойыңыз бар шығар. Ойым, реально айтайын ба, ешкімде емес. Енді определенный адам жоқ менде. Айта салайын десем, айта саламын. Аяна, егер де сіздің құрбыңыз, сіздің сөйлесіп, жігітіңіз демей қойын, сөйлесіп жүрген баламен сөйлессе, не істейтін едіңіз? Бұл ситуацияда мен қыздан емес, жігіттен көретін едім. Если жігіттің маған деген ой түсі болса, ол подругама жазып, маған деген бір ниеті керемет болып тұрса, менің қасындағы подругама қарамайтын да еді ғой, жалпы қарамайтын да, сөйлесіп те кетпейді. Значит, көңілі дұрыс болмады, немесе мен жақтан дұрыс нәрсе болмады, екеуі қосылып кетті. Мен ешкім кінәламаймын, реально. Кінәні өзімнен іздеймін. Егер сіздің жігітіңізді, сіздің бір құрбыңыз тартып алса демек қой, енді солай сөйлесіп кетсе, сіз ешкімді кінәламайсыз. Өзімді ғана кінәлаймын, ұстай алмағаным үшін, біреудің көзін байлай алмағаным үшін, жігітімді ұстай алмағаным үшін, мен өзім кінәлімін. Қыздан көрудің қажеті жоқ, қыз. Бірақ кейбір қыздардың ішінде болады арам ой, тартып алсам, жігіті күшті дейді. Бірақ мен ондай жаман ауа беремін. Айнұр, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Не жаңалығыңыз бар? Жаңалық таныстық туралы ма? Жалпы бәрі жақсы, жаңалықтар жоқ сияқты. Таныстық туралы? Таныстық туралы 14:30-да. Бұйырса. Тима екеуіңіз доссыздар ма? Иә. Сіз Тиманың достары или анасымен араласасыз ба? Иә, мамасымен Неге? қолдап жазады, сізге рахмет деп сыйластырып беремін. Приятно ғой, бәрібірде үлкен кісі жазса андай. Біразына жауап беремін негізі мен. Негізі, Айбат қалай? Айбат жақсы болу керек. Болу керек, неге? Жақсы болу керек қой. Сөйлесіп жүрген жоқсыздар ма? 14:30. Айдана бүгін ерекше болып киініп алыпсыз, иә? Білмеймін, иә. Әдеттегідей сияқты. Бүгін білмеймін, ерекшелеу болып тұрған сияқты маған. Айдана, егер де сіздің жақсы араласып жүрген қыз баласы, досыңыз, құрбы деп айтпай қойын енді, бірақ жақсы араласып жүрген қыз дос баласы сіздің жігітіңізбен сөйлесіп қойса, не істейтін едіңіз? Мысалы, кездесуге сіздің жігітіңіз шақырып, ол шықса. Ол дұрыс емес, әрине. Ол құрбы деп ойламаймын. Либо мен оны алдын ала білуім керек, потому что біз келісім деп жатырмыз, жалпы дос ретінде, бәлкім маған бір сюрприз ұйымдастыру мақсатында, разве что так. Ешқандай сюрприз болмаса, жайдан жай менің құрбым менің жігітіммен кездесетін болса, әрине, ол менің ойымша кішігірім сатқандық, тастандық. Егер жігітіңіз болмай, сізбен сөйлесіп жүрген, таныстықта жүрген бала болса ше? Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Дұрыс емес, иә? Соңғы күндері біздің еңліктің көңіл күйі жоқ. Еңлік, бүгін пікір айтуға дайынсыз ба? Көресіз ба? Сөйлемей отыруыңыз мүмкін ба? Жоқ, егер өзім пікірім болса, айтамын. Таныстығыңыз қалай өтіп жатыр? Таныстығымыз бізде негізі күшті өтіп жатыр. Күшті өтіп жатыр, иә? Күшті өтіп жатыр дегенде, алдыңғы ежеден кейін негізі біз кездескен жоқпыз әлі де. Үміткеріңіз келді ма? Иә, кеше келді. Сосын? Кеше келіп, маған өзіме келіп кетті, үй жағыма келіп, сәттерін жүріп Екеуіңіз қаншалықты жиі хабарласып тұрасыздар? Біз почти 24-те жеті хабардамыз. Айбек,
қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Айбек, сіз өкпелегіш жігіттердің қатарынансыз ба? В смысле? Білмеймін, қазір байқайсыз ба, қазір жігіттер өкпелегіш? Білмеймін. Еңлік, сіз байқайсыз ба, қазір жігіттер? Қанша жаста болса да өкпелегіш, е? Қыздақ ренжі қалады, иә? Заблокировать етіп тастағым ше? Сіз ондайлардың қатарынан емессіз ба? Сондай емес. Индира Астанаға кетті ма? Мен Астанаға кете берем ма? Келдім, кеше келген. Қайдан білейін? Енді осы жақта бола ма? Осы жақта болады. Оқуына барады. Сабағына барады. Сабағына барады. Жігітіне келеді. Жігітіне келе ма сосын? Сіз қашан барасыз? Қайда? Қызыңызға. Қызыма барам, күнде барам. Қайда апарасыз? Көп жер, новый жерлерге апарам. Көп. Айтам ғой. Ехтісін естеп екен. Арасында есіңізге түсіп кетеді өсіз бе? Айбек, кеше мен сізден сұрамадым, жігіттердің бәрінен сұрадым. Бірінші балаларыңызды ата-аналарыңызға, яғни сіздің папа-мамаңызға беретін беріңіз деп. Мысалы, сізді Айбек аға деп айтуына рұқсат беретін беріңіз. Бір ондай семьядан емеспіз біз. Қалай болса. Шал кемпірдің қолында өскен деп айтады. Ол жерлерде ата-апасының қолында өскен деген сияқты. Бірақ біз енді Алматыда бәріміз семейный бірге тұрамыз дегеннен кейін мамам мен папам да бірақ жас қой, мен папа деп кетер, мама деп кетер. Сіз оған ойланып көрмедіңіз ба? Ойланып көрмеппін. Ойланып көрмедім, бірақ қандай жағдай болсын, олар менің әке-шешем болғаннан кейін, менің баламның да ата-апасы, әке-шешесі, бәрі бүкіл жанашыры ғой, в общем. Сөйтіп ойлайсыз? Иә, солай ойлаймын. Солай екен. Егер сіздің құрбыңыз, дос қызыңыз, сіздің сөйлесіп жүрген жігітпен, немесе жігітіңізбен сөйлесіп кетсе, кездесуге барып кешкісін. Что-то не то деген мағына білдіреді, слишком, мне кажется. Дұрыс емес деп ойлайсыз ба? Менімен кездесуге болады, мен болсам арам. Мысалы, Аян айтады, ондай жағдайда мен қызды емес жігітті кінәлаймын дейді. Реально, если допускает, значит, все кончено, наверное. Сондай нәрсе бар. Сөйтіп ойлайсыз ба сізде? Сізбен бірдей ойлайды. Бүгін Джулия ханым қара киімде. Цвет настроения черный, да. Классика. Қалайсыздар? Жақсымыз, сіз қалайсыз? Сіздің өміріңізге мынандай жағдай кездесіп көрген ба? Сіз сөйлесіп жүрген баламен, мектеп кезінде болсын, универ кезінде болсын, сіздің жақын араласатын қыз сөйлесіп кеткен. Жоқ, өйткені мен серьезных отношений жоқ. Жоқ, жалпы деген ғой. Жігітіңіз болып жатса, жігітіңіз емес енді бір болады ғой, танысып жүрген, сөйлесіп жүрген. менің сөйлесіп кетсе ма? Иә, сіздің сөйлесіп жүрген жігітпен. Нормально қараймын, өйткені бізде барлығы тоқтады ғой деген сияқты. Сондай добрый Оны сіз сондай мейірімділік деп қабылдайсыз ба сонда? Жоқ, мейірімділік емес, енді почему бы нет? Если со мной не получилось, он как бы тоже имеет право. Сізбен сөйлесіп жүріп дегенім ғой. Сізбен сөйлесіп жүріп, басқа сіздің құрбыңызбен сол уақытта сөйлесіп жатса дегенім ғой. Немесе сіздің құрбыңыз жазып жатса, иә. До свидания болады ғой. Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, менде бір айтарлықтай арақатынас болмаған деп. Сол қалай ойлайсыз? Не себептен деп ойлайсыз? Себебі я не хотела. Потому что мен оқығым келді, аяғыма тұрғым келді, білім алғым келді, ата-анама көмектескім келді. Солай болып қалды. Қазіргі уақытта сізге өзіңіз енді ойыңызды айтыңыз деп жатқан ғой. Қиын емес па? Мысалы, мен негізі оны қазір біреуге біртүрлі шығар, но мен всегда говорю это с гордостью, потому что мен айта алатын, как бы айта аламын, что мен мысалы, той жігіттер айта алмайды, қыз менімен жүрді деген сияқты. И қазір енді қиын дегенде болады, все равно, я думаю, тяжеловато, но я думаю, Аллах маған хайырлы етеді, маған раз и навсегда бір жақсы жан. иә. Иә, Ақталқын, қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Жаңа ойлап қоям ғой, сіздің бір видеоңызды көріп. Алдындағы жүректі көрмедім да? И сосын, мынау деген кешегі шариярдың үстінен көріп қалдым да? Жаңа Ақталқынның үстінде тура осы толстовка болды емес па деп ойлап қоям ғой. Сөйтем сіздерде жұптық киім бар екен, иә? Қолдаушылар өтініш білдірген, осыны ортаға шыққанда киіп шықсаңыздар бірге деп. Сол үшін бүгін жұптық киіммен саласыздар бізде. Иә, көріңіздер, бүгін шарияр жұптық киім киіп келе ме жоқ?
кимей келеме, қызықтар болады, не болды, не білдірді ол кеше деп. Мәссаған, иә. Және Ақтолқын кешірімін берді ма? Кешірім берді ме, гүлмен келді ме деген. Иә, енді сіздің қандай гүл алып келетініңізге байланысты. Иә. Солай. Солай екен. Сол үшін эфирді міндетті түрде көріңіз. Зарина сонша кім үшін сонша сәнденіп жатсыз? Бүгін ортаға шығам ғой? Ортаға шығасыз ба? Таныстығыңыз қалай болып жатыр? Зарина, осы эфирге келетін кезде, иә, енді сіз Ақтолқын екеуіңіз бұрыннан таныссыздар ғой, туыссыздар. Сізде ондай ой болды ма? Бірінші кімде жұптық ара қатынас болады деген, менде немесе Ақтолқында деген сияқты. Ойламадыңыз ба? Иә. Енді үмітке келгеніне қарай деп отырмын. Сізде андай ой болған жоқ па? Бірінші менде жұптық ара қатынас басталып кетеді деген. Жоқ, вообще олай. Сразу айтам мен ше андай. Ой, кейін айтам. Мәссаған. Ондай нәрсе ойламадым. Бірінші болам деген нәрсе. Бұйырғаны деп жүресің ғой енді, иә. Негізі қанша уақытта таныстықта жүрген дұрыс деп есептейсіз? Жұптықты бәрін қосқанда, тұрмысқа шығуға дейін. Негізі бір 2 ай жеткілікті сияқты мен ойымша. 2 ай жеткілікті. Жақсы адам танысаң, сезіп тұрсаң сенің адамың екенін ше. Барсаң бірге көре жатармыз деп ойлаймын. 2 ай. Сол 2 ай жетеді. Сіз ше Ақтолқын? 1 жыл деп ойлаймын. 1 жыл? Мәссаған. Енді өзім ойым, адам қатты білу керек қой. Отбасы болу қиын ғой, үйлену оңай болу қиын дегенде ертең танысып, тағы бір қылықтар шығып жүрсе отбасы болған соң өкініп қалғанша, адышы танып бетін ашып маскасын шешіп алған дұрыс деп ойлаймын. Сөйтіп барып тұрмысқа шығасыз. Волки Марьян сколько вообще? Молчун. Хорошо. Айжанхан бізде бос отырмайды ғой. Иә? Немен айналысып жатырсыз? Бойынша консультация беремін ғой балаларға, соны дайындалып. Сіз күнделікті өміріңізде немесе айлық сізде жоспар бола ма? Жоспар? Жазылған, иә. Жоспар болғанда мен өзім былай айтам, осы айда мен осы курсты өтуім керек, осы нәрсені істеуім керек деп соған тырысамын. Мынандай дүние аламын деген сияқты ше? Алатын дүниелер қатты жоспар болмай шыны керек. Баратын кезде барып ала салам, но оқитын нәрселерді прям андай болады ғой. Үлкен нәрселерге план қоямын. Сол тұрмысқа шығу қашан жоспарыңызда бар дейді? Осы жылға дейін Сол үшін үміткерлер келіңіздер, күтеміз сіздерді, иә? Дина, қалайсыз? Жақсы ма көңіл күйіңіз? Досыңыз келді. Досыңыз келді. Қандай? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан. Жаным келді, иә. Қайда жүр өзі де қойсаңыз? Мадина, сіздің балаңыз, иә, өзінен үлкен немесе баласы бар келіншекті алам десе, қалай қарайсыз? Өзінің қалауы, өзінің өмірі, мен ана ретінде өскен есімді берем. Егер жақсы көрем, жоқ мама болмайды, сол қызды алам десе араласпаймын. Баламның бақыты, менің жүрегімнің тыныштығы ғой. Енді біз өзімізге келгенде, иә, қыздар көп жағдайда дұрыс емес дейміз ғой, енді мамалар қарсы шығып жатса, ал сіз ана ретінде қарсы болмайсыз, иә? Қарсы болмаймын, бірақ выборды балама қалдырам, папаңмен ақылдас деймін, егер папасы да қарсы болмаса, өзіңіз алып беруге қалай қарайсыз? негізі өзімнің қалауым болмайтын еді. Болмайды, иә? Өзім ажырасқан болсам. Тима, но это не важно. Достар, біздің білесіздер, өте қызықты осылай жобасын көру үшін міне төменге сілтеме қалдырамыз, сол сілтемеге өтіп бізбен бірге міндетті түрде болыңыздар. Аман болайық, бар болайық. Осылай.